Мен Досмағамбетов Аян Айдарбекұлы, Қарасай ауданы, Шамалған ауылында орналасқан жарты ғасырлық тарихы бар кәсіптік оқудағы көпсалалы колледжінің тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығының 3-ші курс студентімін. Мен бала кезімнен аспаз болуды армандаған едім. Енді осы арманыма жетер күнде алыс емес. Колледж қабырғаларында жүріп, түрлі колледжшілік конференцияларға, сайыстарға қатысып, атап айтқанда, Қазақстан Республикасының Кіші Ғылым Академиясының жүлделі 2-ші, 3-ші орындарына ие болдым. Қазақстанның болашағы жастардың ғылыми-техникалық жобасында ГМО тақырыбын қозғап, келесі турға өткен болатынмын. Колледжшілік жарыстарда дұрыс тамақтану, денсаулық кепілі, карвинг жасау, түрлі пирожный дайындау мастер-класстарына қатысып, марапатқа ие болған болатынмын. Аспаз мамандығы қоғамдық сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Аспаз мамандығы әрбір студент тағам пісіріп қана қоймай, тағам құндылығы, оның денсаулыққа пайдасы туралы да білімдерін кеңейтіп шығады. Аспаз жан-жақты қамтылған мамандық. Ол математикамен, тарихпен, географиямен, психология және медицинамен тығыз байланыста. Мамандықтың маңыздылығы адамды өзіне тартатын қызықты жайттермен қатар, саусағына бал тамызар шеберлігінде. Аспаз ақылдылықты, сабырлықты, парасаттылық пен адамгершілікті ұштастыратын мамандық. Аспаз болу үшін ең алдымен ептілікке толы еңбек қажет. Еңбектің әр уақытта жетістікке жеткізетіні осы мамандықтан білуге болады.